Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде шошқа көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Үйленген әйел үшін түсінде қара шошқаны көру жақын арада келе жатқан зұлымдық пен қауіптің белгісі. Жалпы үйленген әйел үшін түсінде қара шошқаны көру оның өмірінде сақтық танытып, өзіне және отбасына қорғау туралы ескерту. Сіз кейбір қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін, бірақ олармен ақылмен және дұрыс әрекет ету арқылы сіз оларды жеңіп, бақыт пен тұрақтылыққа қол жеткізе аласыз. Үйленген әйел үшін түсінде қара шошқаны көру жақын арада келе жатқан зұлымдық пен қауіптің белгісі. Егер адам түсінде шошқаға айналғанын көрсе, бұл кейбір тыйым салынған күнәларды жасауды білдіреді. Егер адам түсінде шошқаның иесі екендігін немесе оны байлап жатқанын көрсе, бұл оның бизнестегі табысын көрсетеді. Егер түсіңізде шошқалардың балшықта жүргенін көрсеңіз, бұл достарға қатысты проблемалар мен алаңдаушылықтарды білдіреді және кейбір адамдарға сенімсіздікті білдіруі мүмкін. Түсіндегі кішкентай шошқаларды көруі адамның кейбір проблемалары немесе қиындықтары бар екендігін көрсетуі мүмкін. Екінші жағынан, түсінде шошқаны көру материалдық пайдаға қол жеткізу ретінде қарастырылуы мүмкін. Жалғыз әйел түсінде шошқаны көру зұлымдық пен зияның бар екендігін көрсететін теріс мағынаға ие болуы мүмкін. Егер адам түсінде шошқа мініп жүргенін көрсе, бұл үлкен байлыққа жетеді. Алайда шошқа етін жеп жатқанын көрсе, бұл көрініс теріс мағынаға ие болып саналады. Өйткені бұл түс көрген адамның үлкен күнәлары мен қателіктерін жасағанын көрсетеді. Түсінде шошқаны көру материалдық пайданы да көрсете алады. Дегенмен Ибн Сири түсінде шошқаны ие болу, оны өсіру немесе байлау түс көрушінің заңсыз ақшаға қол жеткізетінін білдіреді. Жалғыз әйелдер үшін шошқа етін жеу немесе түсінде шошқа етін көру алаңдаушылық пен қиыншылықтың немесе стрестің белгісі болуы мүмкін.